Қыздар сәлем, бүгін өте дәмді, ерекше болып шығатын ішек қарыннан котлет дайындаймыз. Рецепт ұнаса, лайк басып сақтап алыңыз. Ең алдыменен осылай 1 сағат қайнатылған ішек қарынды ет тартқыштан өткізіп аламыз, және шикі сәбізімізді үккіштен өткізіп, бір жуамызды майдалап турап аламыз. Және жұмыртқа, тұз, бұрыш, чеснок салуды ұмытпаймыз. Содан соң барлығын араластырып аламыз, мөлшерлерін төменге қалдырып кетемін, сол жерден қарасаңыздар болады. Кез келген малдың ішек қарны болады, өте дәмді болып шығады, сіздерде жасап көріңіздер. Енді ұнды араластырып, қолымызбен форма келтіреміз. Бұл жерде панированный сухарик пайдалансаңыздар да болады. Мен пайдаланған жоқпын, осылай қолымның көмегімен жасап, осылай қызартып, қуырып алдым. Қараңыздар, өте әдемі болып шықты. Қыздар, менің YouTube арнамада тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Аспаз келін KZ деп жазсаңыз, бірден шығады. Сол жерде